Командамызда, оказывается, хлорелла туралы өте керемет результат бар екен. Сіздің есіміңіз кім болады? Жөндеп алайын. Қоя беріңіз, өзіміз неміз табиғаттамыз ғой. Иә, біз есім Сұлушаш болады. Менің жаңағы хлорелладан көрген результаттарым. Хлорелланың құрамында 20% йод болады, и хлорелла 80% хлорелланың адамның ағзасын тазалауға, ощущениеге, табиғи антибиотик деп айтамыз, хлорелланы. Осы хлорелланы мен қабылдай отырып, менің қалқанша безімде 2 киста, көкірегімде 3 киста, бауырымда киста, және өт жолым туырланды, тамбайтын өтім тамып, мен тамағым қорытылу үшін мен күніге 6 панкреатин ішіп отыратынмын, еще ұйқы безім постоянно ісіп тұратын, еще менде маткадегі миома рассасып етілді, тамырлап кеткен еді. Мен оны 2500 түк іштім, 7 ай хлорелла іштім. 7 ай. Мен оны 5-3 түктен аш қарынға ішетімнің 15 түкке шейін көбейттім. 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9, 10, 15 болған кезде бір мезгіл оны, бірақ менің асқазаным жақсы не қылмайды, оны мен ертем. Майдалап алып ішетімді, артынан 1,5-2 литр обязательно 2 сағат аш жүреттім. Сонда 15 нені бірден ішесіз ба? Кейінірек іштім ол. Бірден 15-тен не қылмадым, бірінші 5-еуден бастадым. Бірақ 15-ке кеп тоқтадым. Мен сол хлорелладан көріп аққан емін. Хлорелланың құрамында бірінші йод бар деп атырық. Бізде адамның жаңа гормон ауытқушылықтан, көп адамдар ауырады, гормон ауытқушылықтан әйелдегі полип, миома, киста, соның бәрі гормонның ретсіздігінен болады. Бұл хлорелла сол гормонның жоғарысын төмендетеді, төменнен жоғарылатады. Бірден бір біздегі өнім хлорелла өнімі болып табылады, нені гормонды реттейтін. Және женский. Жоқ, бірінші менің ішкен витамарин А-вы болды да, одан кейін барып неді, застераны мен 16 күн іштім. Неге десең, мен былтыр ішіп атқан кезде 20-ге уже ораза болып қалды, қарасам 15-16 күн екен. Тем более Данияр Кемеловтың бірінші нені застераны 3 рет ішімізге болады дегеннен кейін мен жарты шайнек ішкеден ішіп. Болды, жақсы.